Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген «Абай аманаты» атты мақаласының мемуарлық, философиялық, тарихи, саяси мәні өте тереңде жатыр. Елбасы 2012 жылы Түркістан қаласында өткен жиында біздің діни идеологиялық танымымыз яссауиде, гуманистік көзқарасымыз Абайда, ал патриоттық тәрбиеміз Бауыржан Момышұлы шығармаларында негізделу керек деп нақты айтқан болатын. Бүгінгі елбасы мақаласының тарихи құндылығы хәкім Абайдың ілімін тәуелсіз елдің ұрпағына аманат ету мақаланың құндылығы. Қазақ халқының арғы бергі тарихын зерделей отырып, халқымыздың көксеген арманы, ел тұтқа болатын мемлекет құру идеясы 21 ғасырда хәкім Абай ілімменен қаруланған елбасы саясатының өміршеңдігін айқындады. Елбасы Абайды тануды аналарының әлдейменен, бала күнінде қазақ халқының ауыз әдебиетіндегі қиссалар менен аңыз әңгімелерді жадына сіңіріп өсті. Абай әлеміне деген ақпарат осылай басталған еді. Ғасырлар тоғысында даналар туылады. Заманымыздың дарабоз тұлғасы, елбасы өз саясатында Абай рухына бас ие отырып, Семей полигонын жапты. Еліміздің астанасын көшіріп, мемлекеттік шекараны бекітті. Жер бетінде теңдесі жоқ институт саналатын халық ассамблеясын құрып, Абайдың 150 жылдығын ЮНЕСКО деңгейінде атап өтіп, Түркістан қаласын рухани астана етіп, облыс орталықтарына айналдырды. Мақалада елбасы бірлікті ту етіп, хәкім Абайдың ыстық қайрат, нұрлы ақыл, һәм жылы жүрек идеясын негізінде өмір сүруге үндеп отыр. Бұл Абайдың толық адам идеясы еді. Тұңғыш президент мақалада 21 ғасырда өз білімі мен ғылымын дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетінін атап көрсетті. Абай заманындағы интернатта оқып жүрген қазақ баласы бүгінде әлемнің ең үздік университеттерінде бәсекеге қабілетті білім алуда. Бұл да елбасының сарабдал саясаты, соның жемісі, ұрпаққа деген көңілі. Мақаланың негізгі дені қазіргі жаһандану дәуірінде сын қатерден жас мемлекетімізді сақтап қалу. Абайдың тілімен айтқанда, бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын деген сөзін меңзей отырып, елді бірлікке шақырып, мәңгілік ел идеясына үндеп отыр.